Бүгінгі сабақта ақпаратты өлшеу бірліктері туралы үйренеміз. Компьютердің жадында ақпараттың барлық түрлері екілік сан 0 және 1 тізбегі түрінде жазылып сақталады. Ақпараттың өлшеудің ең кіші бірлігі бит, ағылшынша binary digit ақпараттың екілік бірлігі. Ақпаратты өлшеудің келесі өлшем бірлігі ол байт деп аталады. Мұндағы 1 байт 8 битке тең. Әдетте 1 байттың көмегімен бір символды кодтауға болады. Компьютер тілінде символ әріп, цифр, тыныс белгісі немесе бос орын сияқты кез келген белгі бола алады. Мысалы, ақпарат сөзі 7 байтты құрайды. Ондай болса, компьютер тіліндегі ақпаратты өлшеу бірліктеріне тоқталып өтейік. 1 байтта 8 бит бар. 1 килобайтта 2-ның 10 дәрежесі 1024 байт бар. 1 мегабайтта 1024 килобайт бар. Және де солай жалғаса береді. Сонымен, ақпаратты үлкен өлшем бірлігінен кіші өлшем бірлігіне аудару үшін көбейту амалы орындалады. Ал кіші өлшем бірлігінен үлкен өлшем бірлігіне аудару кезінде бөлу амалы орындалады. Ондай болса, ақпаратты берілген өлшем бірлігінен басқаға аударуды жүзеге асыру үшін келесі тапсырманы орындап көрейік. Есте болсын, біз кішіден үлкенге ауыстырған кезде бөлу амалын орындаймыз, ал үлкеннен кішіге ауыстырған кезде көбейту амалын орындаймыз. Ондай болса, бірінші мысалды бірге қарастырайық. Бізге 32768 бит мәні берілген. Оны байтқа ауыстырайық. Байтқа ауыстыру үшін мен оны 8-ге бөлемін. Бізде нәтиже 4096. Енді 4096 байтты килобайтқа ауыстыру үшін 1024-ке бөлуім керек. Нәтиже 4 килобайт. 4 килобайтты мегабайтқа ауыстыру үшін бөлу амалын орындаймын. Нәтиже 0,004 мегабайт мәні шықты. Видеоны паузаға басып, қалған есептерді өз бетіңізше шығарып көріңіз. Тапсырма 2. Информатика бос орын леп белгісі сөзінің ақпараттық көлемі қанша бит екенін анықтайық. Видеоны паузаға қойып, есепті өзіңіз шығарып көріңіз. Шешуі. Бір символ ол 1 байт. Информатика бос орын леп белгісі 13 символ. Яғни бұл 13 байт. Бос орын және де леп белгісі де символ ретінде есептенеді. 1 байт 8 бит дейтін болсақ, 13 байтты 8-ге көбейтіп, нәтижені табуға болады. Яғни жауабы 104 бит. Міне осылай біз ақпаратты өлшеу бірліктері туралы үйрендік.